Құрметті достар, бүгін біз бауыр қабыну туралы айтатын боламыз. Өкінішке орай көптеген адамдар өзінің бауыры қабынғанын білмейді, ал бұның зардаптары кеш болып жатады. Себебі қабыну процесі дамып, оның белгілері кейінірек пайда болады. Бауыр организмде ішкі ортаның тұрақтылығын сақтап тұруға бағытталған көптеген өте маңызды қызметтер атқарады. Бауыр қабынуы асқынса, ол өлімге соқтыруы мүмкін. Сондықтан да бауыр аурулары туралы біле жүргеніңіз жөн, әсіресе зиянды әдеттеріңіз болса. Бауыр аурулары қабыну мен гепатит бауыр жасушаларында зат алмасуларының біріншілік бұзылыстарынан дамитын дистрофиялар мен гепатоздармен, бауырда дәнекер тіннің көптеп өсіп өнуінен, оның беріштенуімен, цирроз, өспей өсумен, өт өндірілуі мен өттің ішекке шығарылуы бұзылыстарымен көрінеді. Бауыр аурулары себепкер ықпалдарының бауырға тікелей әсерлерінен өзіндік және басқа ағзалар мен жүйелердің бұзылыстары нәтижесінде дамитын салдарлық болып ажыратылады. Бауыр қабынуының өзіндік себептері: бактериялар мен вирустар, вирустық гепатиттер А, Б, С, Д, Е, энтеровирустар, туберкулез, мерез, іш сүзегі, тағы басқа қоздырғыштары, қарапайым жәндіктер мен құрттар, амеба, ләмбілелер, эхинококктар, аскарида, экзогендік, эндогендік өнімдер, дәрі-дәрмектер, сынап, фосфор, сульфаниламидтер, антибиотиктер, ішімдік, тіннің ыдырау өнімдері, өт жолдарының қабынуынан, тас байлануынан, тағы басқа жағдайлардан дамитын өттің іркіліп тұрып қалуы, аллергиялық серпілістер, екпе, емдік сарысу, тағамдық немесе дәрілік аллергендер организмге енгенде. Тағамдық факторлар: нәруыздық, витаминдік ашығулар, тым майлы тағам қабылдау, тағы басқа. Өспелер, гепатома, физикалық ықпалдар есептеледі, иондаушы сәулелер, жарақат, тағы басқа. Бауыр қабынуының салдарлық себептері: қан айналым жеткіліксіздігінен сілейме, коллапс, жүрек қызметінің жеткіліксіздігі, организмнің гипоксиясынан, қан жүйесінің ауруларынан, анемиялар, гликоздар, бүйрек қызметінің жеткіліксіздігінен, витаминдердің, әсіресе Е витаминінің тапшылығынан, эндокриндік бездердің ауруларынан, бүйрек үсті бездері сыртқы қабатының жеткіліксіздігі, қант диабеті, өспелердің бауырдағы метастаздарынан, тұқым қуатын зат алмасуының ауруларынан, темір иондарының артық жиналып қалуынан, бауырда гемосидероз дамуынан, тағы басқа жағдайлардан байқалады. Бауыр аурулары кезінде жасуша мембраналарының бөліністері үлкен маңызды орын алады. Егер дер кезінде дәрігерге қаралып емделсеңіз, аурудың асқынуының алдын алуға болады. Құрметті көрермендер, видеомызды соңына дейін көргендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Егер сіздерге осы видео ұнаса, бағалап достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.